Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір. Біреу маған ұшақ деп қылды бұйрық. Жағайын деп ұмтылдым көңіл жүрек. От жаққа жатқаным бір үлкен үй. Отын жиып қойыпты талай күндік. Шақпақ жағып жібердім қолға түсті. Тұтандырып алуым болды күшті. Қызыл өңеш болғанда азар жанып, соған шейін асығып ішім пісті. Отқа келіп отынды салып еді, жалын шығып лапылдап жанып еді. Үй жылынса қайтейін, залал да көп, жалын барып талайды шалып еді. Жалын кетіп аздан соң шоқ болды құр, отым бітті, үрсем де жана алмай тұр. Жалынды оттай жайнаған қайран өмір, шоқ сөнген соң қап-қара болды көмір. Үш-ақ түрлі өмір бар, бәрі де мас, бір әуішті болады, шал менен жас. Ең керекті дегенің ортаншы өмір, түгел қолын жетпейтін бір жанталас. Қапы өткізбей сол кездің бір сағатын, өкініші қалмайды кетсе ағатын. Күні түні дей көрмей ғылымызде, қалсын десін артында адам атын. Өмірдің басы бала, ортасы адам. Қартайып шал болған соң кетті жаман. Мақтап жүрген өмірін осы болса, үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам.